Futbol бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізетін арна достар. Бүгінгі жаңалықтарыңыз, бүгін Чемпиондар лигасында бізді алпауыт орталық ойын күтіп тұр. Манчестер Юнайтедтің бас бапкері Эрик тен Хаг менің ойынымның жүрмей жатқаны менде Фрэнки де Йонг жоқ дейді. Криштиано Роналду Мадрид қаласында жүр деген ақпарат рас па? Осы және басқа да футбол ақпараттары сіздердің назарларыңызда 13-ші сектор арнасына дәл қазір жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздер үшін футбол жаңалықтарын жиі назарларыңызға ұсынып отыратын арна. Олай болса біз бастаймыз, кеттік. Хави Эрнандес Барселонадан кетемін дегелі бері Барселона жаңа бапкер қарастыру үстінде. Анаған барып көрді, мынаған ой салып көрді, мынаған ұсыныс тастап көрді, болмай жатыр. Енді арылдаймын, қаппаймын, сенен жақсы таппаймын деп Ханс Детер Флик. Осы бапкерге көңілдері толды, тоқтады, осы бапкерді алғысы келеді. Жоана Лапорта керек десеңіздер, Хави Эрнандестен бұрын осы бапкерді ойлап жүрген екен. Осыдан бұрын Хави Эрнандестің орнына әкелуге. Әлі де сол ойынында Деконың да спорттық директоры Барселонаның көңілі толады. Яғни осы Ханс Фликке Барселона клубы толықтай тоқтаған тәрізді. Бұл бапкердің өзі Барселонада жұмыс істегісі келеді және де испан тілін үйреніп бастап кетті деген ақпараттарда бар. Ханс Флик Германия ұлттық құрамасынан қуылып кеткен болатын, ұлттық құраманы баптай алмады, бірақ та Баварияны өте тамаша деңгейде ойната білген бапкер еді. Достар, бүгін түнгі сағат 1-де Чемпиондар лигасы Копенгаген мен Манчестер Сити ойнайды. Бұл жақта бәрі де белгілі, Манчестер Сити жеңеді және де ширек финалға өтеді деген ой бар. Енді қиындау ойын екінші ойын, бұл жақта да фаворит бар. Реал Мадрид әрине Лейпцигпен кездеседі және де Реал Мадрид келесі ширек финалға өтеді дегенде ойлар бар, тұжырымдар бар, аналитиктар, сарапшылар бәрі солай санайды. Не дегенмен де Лейпциг оңай қарсылас болмайды деп те отыр. Бір сарапшылар 2,5 голдан, яғни төмен болады, гол аз болады бұл ойында дейді. Біреулер өте көп гол көріп қалуымыз мүмкін. Себебі бірінші ойын голсыз өтті. Бір ғана гол болды деген ақпараттарды да жеткізуде. Сіздердің ойларыңызша Реал Мадрид пен Лейпцигтің арасындағы ойын қандай нәтижемен аяқталады? Өз ойларыңызды әлбетте комментарияға пікірлеріңізді жаза отырсаңыздар болады. Реал Мадридтің таланты қазіргі жұлдыздарының бірі Винисиус Джуниор бүгінгі ойынның алдында сұхбат берген екен. Бүгінгі ойын жайлы ойын айтқан екен. Жалпы бүгін өте қиын ойын және де өте осы маусымдағы маңызды ойындардың бірі. Лейпциг оңай қарсылас емес. Бұны біз сол алаңға барғанда сезген болатынбыз. Сондықтан да бүгін оңай қарсыласпен кездеспейміз. Бүгін барымызды саламыз. Әрбір ойыншы үшін бүгінгі ойын маңызды ойын. Бірақ біз бүгін жеңіске жетеміз және де жеңіске лайықтымыз деп санаймын. Мен өзім бүгін 100%-ға ойынға дайынмын. Барымды салатын боламын. Ал енді біздің жанкүйерлердің алдында, біздің стадионда біз жеңісті қолдан беріп қоймаймыз деген сенім мол. Біз бүгін барымызды саламыз және де ары қарай өтеміз деп ойлаймын, деді Винисиус Джуниор. Манчестер Юнайтедтің жаңа басшысы Джим Рэдклифф атты миллиардер Манчестер Юнайтедтің 25% акциясын сатып алған болатын. Және де осы жазғы маусымда үлкен ақша бөледі трансферлік терезеге. Енді Эрик тен Хагпен кеңескен екен Джим Рэдклифф. Эрик тен Хагтың өзі де негізінде қалу-қалмауы екі талай бапкерлердің бірі, әлі де сұрақ белгісі тұр оның басында. Бірақ не дегенмен де Эрик тен Хагтың тактикасына, жалпы құрамына келетін ойыншы кім, қандай ойыншыны алуымыз керек деп ақылдасқан кезде Эрик тен Хаг бірден Де Йонгты айтқан екен. Фрэнки Де Йонгты ол Манчестер Юнайтедке келгелі бері айтып жүрген жайы бар, әлі де сол ойынан қайтпаған екен. Фрэнки Де Йонгты алып берсеңіздер, біраз нәрсе өзгеріп қалар еді командада депті. Енді Фрэнки Де Йонгты қаншаға сататыны беймәлім. Барселона сатады ма, сатпайды ма, ол да беймәлім нәрсе. Нақты нәрсе емес. Бірақ бір нақты нәрсе, Эрик тен Хаг Де Йонгты қатты қалап отыр. Бүгінгі күні маған қызық болып тұрған жаңалықтардың бірі Криштиано Роналду Реал Мадридқа
Жалпы Мадрид қаласына келді. Реал Мадридтің бүгінгі ойынына қатысады деген ақпараттар шығарыпты. Кейбір испаниялық басылымдар, енді абыройлы басылымдар емес, кейбір телеграм каналдарда да осындай ақпараттар жүр. Шын өтірігі белгісіз әрине. Бірақ та Криштиану Роналду Испаниядағы бір-екі бизнесінен шикіліктер шыққан, соларды тексеруге келген, және де Мадрид қаласында дәл қазіргі уақытта жүр. Бүгінгі ойынға, Лейпциг пен Реал Мадридтің арасындағы ойынға Криштиану Роналду қатысады деген ақпараттар шығып жатыр. Қазір Аль-Наср ойнап жатқан жоқ. Аль-Наср соңғы ойынында Аль-Айннан ұтылып қалды Азия Чемпиондар Лигасындағы. Криштиану Роналду бүгін Реал Мадридтің ойынын көруге келетін болса, Реал Мадрид клубында кім гол салса да Криштиану Роналду сияқты тойлайтын шығар. Суй деп. Енді Криштиану Роналдуны біз көреміз деген үміттеміз. Және де Криштиану Роналдуның өзі де үлкен жігер беретін шығар алаңдағы ойыншыларға. Ал енді Криштиану Роналду бәрібір де түбі осы Реал Мадридқа келетін сияқты, жүрегі Реал Мадрид деп соғатын тәрізді. Енді мансабын аяқтанғаннан кейін де қызметкер болып, үлкен маман болып Реал Мадрид клубында келеді. Жалпы Реал Мадридтің мәңгілік аңызы болып қалатыны белгілі. Бүгін Криштиану Роналду Реал Мадридтің ойынын келіп көретін болса, ойыншылар үшін де, жанкүйерлер үшін де өте үлкен қуаныш, мереке болар еді. Бүгінге осы достар 13 сектор арнасына жазыла отырыңыздар. 13 сектор арнасы сіздермен жиі футбол ақпараттарын бөлісіп отыратын арна достар. Назарларыңызға рахмет.